Армысыздар, мен Бақыты Серік Бақытұлы, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Баймырза Беспаев атындағы мектеп-гимназияның тарих пәнінің мұғалімімін. Елбасымыз жалпақ жұртынды, Иса Алашынды құрметтеу, алдымен өзін тұрған өлкенің тарихын, табиғатын танудан, адамдарын ардақтаудан басталды деп айтқанын ескере жүріп, болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында туған жер бөлімінде көрсеткендей, мен өз өлкеміздің тарихи орындарын жас өлкетанушылармен бірге зерттеудемін. Самсыған сары далада құс ұшса қанаты талатын, тұлпар шапса тұяғы тозатын кең байтақ елімізде зерттеліп зерделенбеген қаншама құнды тарихи ескерткіштер жатыр. Ұранымыз алаш, жүрегіміз қазақ, тілегіміз мәңгілік ел. Туған өлкеміздің тарихын зерттеп зерделеу арқылы ұлтымыздың ұлылығын ұлықтау дей келе, өскелең ұрпақтың жүрегіне, санасына ұқтыра тәрбиелеудемін. Мәңгілік ел болуымыз үшін біз тарихымызға, ұлттық мәдениетімізге, дәстүрімізге, дінімізге, тілімізге тиянақты болуымыз қажет. Бауыржан Момышұлы, халықтық тәжірибе бүгінге ғана емес, ертеңге де керек қазына. Өршіл рухтан өлмес ерлік туады деп, мәңгілік ел ұрпақтың мәңгілік болашағы екендігіне кәміл сеніп кеткен. Ежелгі ата-бабаларымыз өркениет жолына түсу барысында көк тәңірмен тілдесе отырып рухани азық, қоршаған ортамен тілдесе отырып рухани байлық іздеген. Сондықтан рухани жаңғыру барысында туған жер бағдарламасы жалпы ұлттық патриотизм өзегіне айналу үшін бабаларымыздан қалған көне асыл мұраларымызды термешелеп жаңғыртудан бастауымыз керек.